Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сіздермен талқылайтын тақырыбымыз онкологиядағы диспансеризация принципі, онкологиялық науқастардың диспансерлік бақылауы. Диспансер, яғни француз тілінен алынғанда диспенсер, латын тілінен диспенсия, бөліп беру. Белгілі бір аурумен ауыратын адамдарды тіркейтін, есепке алатын, алдын ала сақтандыру шараларын өткізетін арнайы медициналық ұйым. Онкологиядағы диспансерлердің рөлі, яғни қатерлі ісіктер бар науқастарды ерте анықтау, обыр және обыр алды аурулары бар, созылмалы аурулар бар науқастарды, сондай-ақ қауіпі жоғарғы тобына жататын науқастарды анықтап, оларды қадағалау және емін жүргізу болып табылады. Онкологиялық аурулармен ауыратын науқастарды диспансерлік есепке алу, құжаттарын толтыру, дәрігердің науқаспен емдеу стратегиясы мен тактикасын таңдауы, бақылау мерзімдері мен диспансеризация тәртібін, науқастар мен оның туыстарымен жұмыс жасау, жаңағы диантологиялық аспектілерін болжайтын ғылым болып табылады. Яғни диспансерге науқастар учетта тұрады, науқастарды бақылайды диспансерде, есепке алады. Қазіргі заманда осы Қазақстан Республикасында онкологиялық қызметтің ұйымдастыруы, онкологиялық көмектер мына тәртіппен көрсетіледі. Әйелдер кеңесінің гинекологиялық кабинеттердің болуы, емханалық қарау кабинеттердің болуы, аудандық онкологтың кабинетінің болуы, онкологиялық облыстық қалалық диспансерлер, онкология ғылымын зерттеу институттары. Диспансерлік ұйымдастырудың 6 принциптік негіздемелері бар. Яғни қатерлі ісіктердің біріншілік профилактикасы, қатерлі ісіктердің екіншілік профилактикасы, қатерлі ісігі бар науқастарды белсенді анықтап, оларды диспансерлік бақылауға алу, одан кейін жаңағы онкологиялық науқастарға квалификацияланған және мамандандырылған емдік консультативті көмек ұйымдастыру, онкологиялық науқастарды диспансерлік бақылау мен реабилитациясын жүргізу, халық арасында обыралды санитарлық ағартушылық іс шараларын және пропаганданы кеңінен жүргізу. Яғни бұның бәрі бір-біріне байланысты болып келеді. Осының бәрі осы тізбек дұрыс жүрсе, біз онкологиялық ауруларды алдын алуға, олардың ерте сатыда анықтауға қол жеткіземіз. Қатерлі ісік диагнозы өмірінде алғаш рет белгіленген әрбір науқасқа обыр және қатерлі ісік диагнозын өмірінде алғаш рет белгіленген науқастар туралы хабарлама. Яғни бұл нөмірі 970-ші бұйрықта бекітілген. Ісіктің жағдайын анықтаған жаңағы медициналық ұйымның дәрігері құжат толтырады және де ол 3 күннің ішінде пациенттің тұратын тұрғылықты жеріне жүргізілуі керек. Яғни извещение деп аталынады бұл. Аурудың 4-ші және 3-ші сатысындағы науқастарға алғаш рет диагноз қойылатын болса, онда науқастың қатерлі ісік асқынған және де деген осы хаттама толтырылады. Бұл 4-ші клиникалық топ, яғни паллиативті ем деген бізде топтар бар, қазір топтар бойынша тоже қарастырамыз. Қатерлі ісікпен ауыратын науқастарды анықтау. Науқастардың өздері шағымданған кезде скрининг жүргізу арқылы, яғни бұның бәрі сіздерге қысқаша мәлімет, бағыт бағдарлама беру бұл лекцияда. Ары қарай сіздер тереңдетіп оқып қарауларыңыз керек. Одан кейін ұйымдасқан топ арасында, ұйымдаспаған топ арасында, ауылдық жерлерде жаңағы экспедициялық тәсіл арқылы жүргізілу. Яғни бізде қазір бар
ауылға бригадалар барады, скринингдік бағдарлама жасайды. Одан кейін 40 жастағы және одан да асқан науқастарға жүргізілетін скринингдік бағдарламалар және де анкеталық сұрақ арқылы. Мұнда жаңағы 4 клиникалық топ қарастырамыз, яғни оның бірінші клиникалық топ өзі А және Б тобына бөлінеді. Бірінші А тобы деп отырғанымыз клиникалық суреті түсініксіз, қатерлі ісік барына күмән туғызатын, диспансерге 10 күнде алынатын науқастар. Бірінші Б тобы ол факультативті және облигатты ісік алды аурулары бар науқастар. Олар жаңағы онколог дәрігердің бақылауында болуы қажет. Ал екінші топ деп отырғанымыз ол осы қатерлі ісігі анықталған, қатерлі ісік диагнозы қойылған науқастар, олар диспансерде арнайы ем алатын науқастар. Екінші А тобы радикалды ем қажет ететін топтар. Одан кейін жаңағы үшінші топ қатерлі ісіктері радикалды емге ем алған науқастар, одан және де динамикалық бақылауда болған науқастар. Динамикалық бақылауды алдағы уақытта қазір айтамыз тоже. Төртінші топ, яғни қатерлі ісігі кең таралған науқастарды жатқызамыз. Бұнда төртінші топтағы науқастар паллиативтік ем қажет етеді. Оларға яғни ауырсыну болса, ауырсынғанын басады, симптоматикалық ем алатын науқастар. Үшінші клиникалық топтағы науқастарды диспансерлік бақылаудың келесі аспектілерін бөлеміз. Қатерлі ісіктердің қайталануы мен метастаздардың ерте диагностикалау, радикалды ісікке қарсы емдеуден кейін пайда болған асқынуларды анықтау және түзету, иммунитетті нығайтатын емдік іс-шаралар кешенін жүргізу, соның ішінде санаторлық курорттық емдеу. Одан кейін жаңағы онкологиялық науқастарды уақытша және тұрақты еңбекке қабілеттілігін жоғалту сараптамасы, оларды тиімді еңбекке оңалту шаралары. Қатерлі ісік бойынша радикалды ем алған онкологиялық науқастар тұрақты патронаждық бақылауда, яғни онколог дәрігердің тексеруінде болады. Жаңағы ем алып кеткеннен кейін бірінші жылдың ішінде 90-ына 1 рет келіп отырады науқастар, екінші және үшінші жылдары жарты жылда 1 рет келіп отырады. Кейіннен жылына 1 реттен кем емес диспансерға келіп, толығымен зерттеулер өтіп, онкологтың қабылдауында болып отырады. Қорытындылай келе, жаңағы ісік ауруларының алдын алу үшін түрлі кеңес беретін консультациялық ұйымдардың болуы, түрлі дерттердің пайда болуына сему мен тиімді тамақтану, яғни осы халыққа жеткізу, ағарту жұмыстарын өткізуіміз қажет. Әр аудан, аймақ, шеткері елдерге диспансерлік тексерулерді жиі ұйымдастырып тұру, салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. Осы шараларды қолдану арқылы біз қатерлі ісіктердің алдын аламыз, немесе ерте сатыда анықтап, науқасқа ем жүргізе аламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.